Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса рақымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті жамағат, құрметті ағалар, бауырлар, апайлар, қарындастар. Алла тағала жұма күнгі ниет тілек дұғаларыңызды иншалла қабыл етсін. Бүгінгі жұма намазымыздың тақырыбы, құрметті жамағат, мынау жүрек дертінде бір дерт бар. Оны адам байқамайды. Иманды адамдардың өзі, үлкен адамдардың өзі, білімді адамдардың өзі сол дертке түсіп қалады екен. Ол көреалмаушылық, күңшілдік дерті. Бұл жүректе көрінбейді. Өзіңізде көре алмайсыз, байқалмайды. Бірақ өте қатерлі ауру екен. Мынау афатул құлуб, жүрек апаттары деген, жүрек дерттері деген ғұлама ғалымдарымыздың еңбектерінде осы көреалмаушылықты қатты ескертіп айтады. Өйткені бұл көреалмаушылық деген дерт, ол жай ғана бір пенде мен пенденің арасындағы нәрсе болса жарайды. Ол Алла тағалаға да қатысты болып кетеді екен. Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде не дейді? Астағфирулла, Ниса сүресінің 54-ші аятында, «Ам яхсудуна ан-наса ала ма атахум мин фадлих» дейді. Әлде олар Алланың шексіз шарапатымен кейбір пенделеріне берген нығметтерін қызғана ма дейді. Алла тағаланың бергенін олар қызғана ма дейді. Осы жерде не түсінеміз? Біреуге көреалмаушылық жасау, оған берілген байлық па, оған берілген денсаулық па, оған берілген абырой ма, оған берілген білім ба, оған берілген батырлық па, бақ па, соған көреалмаушылық жасау бірінші қатері әрине оның өзіне екен. Өйткені көреалмаушылық, арабтар айтпақша, әл-хасуду ла ясуду, көреалмаушы пенде көгермейді дейді. Көреалмаушы көгермейді деген сөз бар. Яғни ол адамда береке болмайды. Бірінші өзіне зиян. Екінші мәселе, ол иманында зиян келтіріп тұр. Қандай? Жеті иманды білесіздер, соның ең жетіншісі не екен? Тағдырға иман. Тағдырға иман, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Бұхариде Жибрил алейхиссаламмен сұхбатында осы жеті иманды баяндайды. Соның не? Жақсылықта, жамандықта Алладан. Яғни бақытты болуда, бақытсыз болуда бәрі Алладан. Демек, көреалмаушы адам жанамалы түрде Аллаға қарсы шығып жатыр. Өз байқамайды бірақ. Аллаға қарсы шығу деген не? Алланың беріп жатқан ісіне назарлық танытып тұр. Ол ақида мәселесінде де ауыр. Сол үшін қазақ не дейді? Жігіттің тағымен талассаң да, бағымен таласпа деген даналы сөз бар бізде. Бағы ол. Оған берілген байлық па, денсаулық па, абырой ма, не нәрсе артықшылық бар, ол Алла берді оған. Алла солай жазды оған. Ал оған сіздің көреалмаушылық жасауыңыз Алла сақтасын, не болады? Жанамалы түрде Аллаға наразы болып тұрғанын білдіреді. Өйткені оны беріп жатқан кім? Оны беріп жатқан Алла субханаху ва тағала екен, құрметті жамағат. Міне, сол үшін Омар ибн Хаттаб айтады, кімнің Алла берген бір нығметі болса, оны көре алмайтын бір іштар болады. Тіпті, не дейді? Мен айыптан бойы таза адамға да тырнақ астынан кіріздеуші біреу табылады дейді. Демек, құрметті жамағат, көреалмаушылық деген нәрсе ол қоғамның ішінде болады. Ең жаман көреалмаушылық ағайын туыс бауырлардың ішінде көреалмаушылық. Ең жаманы осы.
осыдан Алладан пана сұрауымыз керек. Ең қиын, қатерлі көре алмаушылық осы. Қазір біз уағызымыздың соңында осындай көре алмаушылықтардың алдын алу, арылу, сақтану жолдарын айтамыз. Бірақ көре алмаушылықтың қандай деңгейде жаман екендігін біз сезінуіміз керек, оны білуіміз керек. Көре алмаушылық ең бірінші не екен? Ең бірінші жаңағы Аллаға жанамалы түрде қарсылық, жаңағы өзінің руханиятын әлсірету, және де көре алмаған көзі, көре алмай айтқан сөзі жаңағы нығмет иесіне де кесірін тигізеді екен. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Көре алмаушылық жайлы не деді? Иякум уәл хасад деді. Сендерге бір нәрсе айтайын, өте сақ болыңдар деді. Ол не деген кезде? Көре алмаушылықтан өте абай болыңдар деді. Иякум деген сөз өте абай болыңдар деген сөз. Өте мұқият болыңдар. Кейбір нәрсені өзіміз қатты мұқиятқа аламыз ғой, абайлап жүреміз. Ойбай, мынаны басып қоймайын, былай жазып қоймайын, былай сөйлеп қоймайын. Өйткені оның ар жағындағы сіз несін біліп тұрсыз? Зияндарын біліп тұрсыз. Сол сияқты да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көре алмаушылық деген жаман қасиетті жай ғана көре алмаушылық жасамаңдар деп айтса да болатын еді. Ла тахсуду дейсе болатын еді. Көре алмаушылық жасамаңдар, өтірік сөйлемеңдер деген сияқты хадистер бар ғой. Бірақ бұл жерде пайғамбарымыз не дейді? Тәукид дейді, яғни күшейтпелі мағынада айтып тұр. Өте сақ болыңдар көре алмаушылықтан деп тұр. Өйткені не дейді? Себебі фаиннал хасада, өйткені себебі ақиқатында көре алмаушылық бүткіл сауап амалдарды күйдіріп жібереді деді, жеп қояды деді. Не сияқты? Кама таъкулун нарул хатаба, құрғақ отынды бір шырпы өртеніп күлге айландырған сияқты көре алмаушылық адамзаттың бойындағы жақсы жинаған амалының сауабын құрдымға кетіреді. Оның мысалы қандай? Айталық, біреу бар дейік, намаз оқиды, жақсы, ой керемет, қаза қылмайды, мешітке келеді, жаңағы жақсылық садақа береді, құлшылығы, оразасы бәрі бар, қажеге атанып қойған. Бірақ бір сипаты болса, Алла сақтасын. Қандай? Көре алмаушылық, іштарлық сипаты болса, сол іштарлығы жаңағы амалдардың бәрін күйдіреді. Алла сақтасын. Сондықтан мынау иман деген бар жамағат, имандылық деген бар. Сол иманнан шығатын амалдарымыз, иманымыздың шынайы екендігін көрсететін амалдарымыз бар. Ол жаңағы кеңпейілдік. Пейілі жақсы адам екен деп бұрын әкелеріміз айтып отыратын еді. Ей, сол пейілі жақсы кісі, ей, мынан пейілі тар адам. Ол деген сөз мына көкіректі айтып тұр. Пейілі тар деген кім? Жақсылығыңызға қуана алмайды, жаңағы бар болса бере алмайды. Көрдіңіз ба? Сол сияқты мына пейіл тарлықтан сақтану керек. Кәдімгі біз намазда денсаулық, зорбайлық, дастархан, ақжаулық деп сұраймыз ғой. Соның қатарына міндетті түрде Алла тағалам пейілімді тарылтпа, тар пейілден сақта деген сөзді міндетті түрде қосуымыз керек. Өйткені пейіл тарылса бітті дей беріңіз руханиятыңыз. Руханияттың апаты пейілдің тарылдығы, тар болуы. Ол не? Ол күңшілдік, көре алмаушылық екен. Сол үшін құрметті жамағат, біз жүрек дертінің ең жаңағы қауіптісі, ең қатерлісі, сізді кейде Құдай сақтасын діннен шығарып жіберетін жағдайға алып баратын жаман амал бар, ол көре алмаушылық. Жаңағы Құдайдың оған берген нәрсесіне разы болмай, ар жағында жанамал түрде
Құдайға разы болмайтындығыңыздың несі күшейіп кетсе, Алла сақтасын, ол имансыз болып қалады екенбіз. Сол үшін құрметті жамағат, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, көре алмаушылық ол бүткіл амалды өртеп жібереді, құрғақ отынды от жоқ қып күлге айналдырғандай деген мысалы өте бізге жеткілікті мысал болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисте бірінші қатаң ескертіп барып, оның мысалын салыстырып көрсетіп кетті. Не үшін? Мағынасын ұғыну үшін, оның мәнін жаңағы сезіну үшін, оның қатерінен сақтану үшін осындай мәтінде пайғамбарымыз көркем сөйлеуші осындай мәтінде не істеді? Біздерге жеткізді, құрметті жамағат. Бір қиссада келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, пайғамбарымызға айтқан екен: «Я Алланың елшісі, адамдардың ішінде ең абзалы кім?» деп сұрайды. Сонда ардақты пайғамбарымыз жүректері таза жүректі әрбір адам мен сөзі дұрыс болған жан деп айтқан екен. Яғни жүрегі таза адам деп айтады. Сонда я Алланың елшісі, сөзі дұрыс дегенді түсіндік дейді. Яғни жаман сөйлемейді, ғайбат сөйлемейді, артық сөйлемейді. Бірақ енді жүрегі таза дегенді бір түсіндіріп жібересіз ба деген кезде не дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Ол күнәдан бас тартқан, алдау мен көре алмаушылыққа жүрегінде орын бермеген адам дейді. Көрдіңіз ба? Жүрегін әрдайым жаңағы бақылап, біреудің нығметі көрсе, жүрегін қуантып жүрген адам екен. Бұл Алла сақтасын, көре алмаушылық деген нәрсе сізде бір доля секунд орындалып кетуі мүмкін. Сол үшін ең бірінші Алладан пана сұрау керек. Алла тағалам көре алмаушылық деген нәрседен сақта. Өйткені біреудің жақсы жаңалығын, біреудің жақсы жетістігін, біреудің жақсы алға басқандығын, бір шыңды бағынғандырған, бір абырой өскендігін көріп қалсаңыз, сол мезетте оған не жасаңыз? Бірден тілекші болыңыз. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Сіздердің қайсы бірлеріңіз бір мұсылман бауырынан жақсылық көрсе, оған береке тілесін дейді. Баракаллаху. О, Алла тағала берекесін берсін. Берекелі болсын. Көрдіңіз ба? Осындай нәрсені жасаса, біріншіден сіз оған береке тілеп жатсыз, ол берекелі болады, оған тұрақты болады, оған жарасымды, жаңағы жеткілікті, жақсы болады оған. Екіншіден сіз ол тілеуіңіз арқылы өзіңізді қорғап жатсыз. Өзіңізді не істеп жатсыз? Сақтандырып жатсыз. Неден? Көре алмаушылық деген бүткіл амалыңызды жойып жүретін қатерлі жүрек ауруынан. Қоғамымызда қазір көп ондай көре алмаушылық. Мынау дұшпандық, араздық, бақталастық, бәрі сол көре алмаушылықтан болып жатыр. Біреудің қызметін көре алмайды, аяқтан шалады. Біреудің жетістігін көре алмайды, аяқтан шалады. Біреудің жаңағы басқа бір табысын көре алмайды, аяқтан шалады. Алла сақтасын. Бұл көре алмаушылық деген нәрсе, ол нығмет иесі мен көре алмаушылықтың арасындағы нәрсе емес. Бұл бәлкім бүткіл қоғамға не екен? Қоғамға зиян келтіретін нәрсе екен, құрметті жамағат. Қоғамға зиян келтіретін нәрсе. Енді осы көре алмаушылық деген жаман қасиеттің түбіне, негізіне барайық. Алла тағала топырақ лайдан адам атаны жаратады. Көркем етіп жаратады, Құранда баяндағандай. Алла тағала Адам алейхиссаламға бүткіл әлемнің сырын үйретеді. Жаратылған жаратылыстың есім, сипаттарын үйретеді. Қасынан
Жабырқаған соң қабырғасынан жұбайын Хауа анамызды жаратады. Содан кейін адам атаның жәннатта дәрежесі биіктейді. 3 жаратылыс бар. Алланың жаратқан. Топырақтан жаратқан ол адам, нұрдан жаратқан ол періште, оттан жаратқан ол жын, шайтан екен. Осы 3 жаратылыс бар. 3 жаратылыстың сол кездегі хал ахуалы қалай болды? Періште қалай періште күйінде дәрежелі Алланың сүйікті құлдар қатарында қалып кетті? Неге жын, шайтан ұсқынсызға айналды? Неге адам баласы соның екі ортасында қалды? Періште сипаты, жын сипаты. Алла тағала Адам алейхиссаламның дәрежесін өсіргеннен кейін барлық періштелерге қасиетті Құран-ы Кәрімде баяндағандай, не деді? Астағфирулла усджуду ли Адама. Адам баласына сәжде қылыңдар. Фасаджадал малаикату куллухум ажмаин. Бүткіл періштелер Алланың айтқанын мүлк еткізбестен бірден орындады дейді. Ол жерде сәжде құрмет мақсатында, мойындау мақсатында, құлшылық емес. Ал илля иблиса аба вастакбара ва кана минал кафирин. Тек қана иблис бас тартты дейді. Тәкаппарлық қылды. Сөйтіп Алланың жаңағы нығметтерден қуылған кәпір пенде жаңағы құлдарына айналды дейді. Осы жерде ең бірінші жасалған күнә көре алмаушылық екен. Ол көре алмай қалды. Қалайша деді, мен халақтани мин нари ва халақтаху мин тин. Мені оттан жараттың, оны бір топырақтан жараттың деді. Мен абзалмын, мен артықпын одан деді. Ол қалайша бұл адам менен артық болып кетті деген іштарлыққа кетті. Міне, былғанды, жүрегім былғады. Ішкі жан дүниесін былғады. Сол көре алмаушылық оны неге апарды енді? Тәкаппарлыққа апарды. Ал осы көре алмаушылық мен тәкаппарлық шайтанды неге апарды? Үлкен дұшпандыққа апарды. Кімге деген? Адам атаға деген. Аллаға қарсы шыққаннан кейін лағнеттелген, Алланың қарғысын ақыр заман мәңгілікке дейін қарғыс алған сондай бақытсыз құлға айналды. Өзіне өзі бақытсыздық жасады. Не нәрсе еді сол? Сол кезде енді Алланың тағдыры бар ене. Періштелермен бірдей сәжде қылып, Алланың айтқан әмірін орындаса, басқа әлем болар ма еді? Сол шайтанның азғыруымен, дұшпандығының нәтижесінде міне Адам ата мен Хауа анамыз жәннатта қателесіп жеміс жеді, жер бетіне түсті. Міне жаңағы Алла тағала Құранда бір емес бірнеше жерде осыны баяндайды. Адам атамыз тәуба қылды, шайтан осындай өмір бақи лағнеттеліп қалды. Яғни не себеп екен соған? Көре алмаушылық жасағанның себебі екен. Енді құрметті жамағат, көре алмаушылықтан қалай арыламыз? Осыған тоқталайық. Ең бірінші нәрсе. Барлық нәрсе Алладан деген нәрсе жүректе болу керек. Сол нәрсе азайды ма, көре алмаушылыққа кетіп қаласыз. Құдайдың қалауынсыз қурай сынбайды. Біреуге берсе де, бермесе де Алланың ісі. Бермесе де оның бір сыр хикметі бар, берсе де ол Алланың бір фазыл нығметі бар. Бәрі Алладан деген жүректе солай соқса, ол адам ешқашан көре алмаушылыққа ұрынбайды. Өйткені ол бәрін Алладан деп біліп тұр. Құдайдың қалауынсыз қурай сынбайды. Көрдіңіз ба? Жігіттің тағымен талассаң да бағымен таласпа деп жаңа айттық қой. Міне сондықтан Аллаға деген сенім дұрыс болу керек. Екінші, жаңағы екінші нәрсе, әрине міндетті түрде дұғада болыңыз. Жаңағы жоғары жақта айтқандай, Алла тағала
күпірліктен сақта, екіжүзділіктен сақта, тәкаппарлықтан сақта, көре алмаушылықтан сақта деген нәрседен Алладан пана тілеңіз. Әйтпесе білімді деген шайтанның өзі оған түсіп қалған. Небір түрлі ғалым ғұламалар көре алмаушылыққа түсіп қалған. Небір түрлі ұлы тұлғалар көре алмаушылыққа түсіп қалған. Алла сақтасын. Сондықтан Алладан не сұраңыз? Көре алмаушылықтан сақтанатын пана сұраңыз. Содан кейін үшінші нәрсе, әрине біреудің нығметін көрсеңіз қуаныңыз. Қандай жақсы. Өйткені ол сізге де келеді. Кімде-кім бауырына дұға жасаса жақсылық, ол оған қайтады дейді ғой. Міндет түрде ол болады. Көршіңіз байып жатса қуаныңыз. Қуанғаннан еш нәрсен құламайды. Өйткені саған бөліп бермесе де, өйткені еш нәрсесін бөліп бермесе де, саған келіп қол жайып сұрамайды дейді. Көршіңіз байыса қуаныңыз. Қандай жақсы болды мынау. Жақсы болды ғой мынау. Туған туысыңыз байыса қуаныңыз. Жақсылыққа жетсе қуаныңыз. Досыңыз бір жақсылыққа жетсе қуаныңыз. Әріптесіңіз бір жақсылыққа жетсе қуаныңыз. Өйткені сіз сол қуанумен мына жағыңызды нетіп жатсыз, өзіңіздің адами қасиетіңізді өсіріп жатсыз. Адами қасиетіңізді өсіріп жатсыз. Ал енді көршіңіз байыса қуанбасаңыз, ағайын туысыңыз жетістікке қуанбасаңыз, досыңыз сізден кішкене алға шығып кетсе қуанбасаңыз, онда сіз пәс пендесіз. Төмен адамгершілік, адами қасиетіңіз әлі төмен адамсыз, Алла сақтасын. Жаңағы ораза, намаз деген нәрсе әлі сізге пайда бермей жатыр деген сөз. Сондықтан құрметті жамағат, Абай атамыз айтпақшы, адам заттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Міне, адам заттың бәрін сүй бауырым деп. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Сондықтан біреуге жеткен жақсылыққа қуана білу, ол имандылық. Тіпті мына жасаған құлшылығыңыздан абзал болып кетуі мүмкін ол. Біреуге жеткен жақсылыққа не істей білу? Қуана білу. Ой, жақсы болды ғой, қандай жақсы болды, енді қиналмайтын болды. Оның абыройы, менің абыройым. Бір бауырыңыз, туысқаныңыз бір жетістікке жетсе, қуанып жүрсеңіз, ол тағы іштен қуаныңыз. Ал кішкене бір көңіл күйіңіз түсіп жүрсе, қорқа бастаңыз өзіңізден. Өйткені ол сізді құрдымға жеткізеді. Жаңағы шайтанның әскерінің бірі боласыз. Өйткені шайтан сол нәрсемен ұрынған екен. Құрметті жамағат, енді көре алмаушылықтан сақтану деген бір мәселе бар. Тез айтып кетейік. Көре алмаушылықтың зияны бар жамағат. Бірінші, әрқайсымызға Алла Тағала нығмет берді. Денсаулық берді, ұрпақ берді, рызық берді, тыныш заман берді, басқа берді. Сол үшін кейде өз-өзімізге көре алмаушылық тигізіп алуымыз мүмкін. Жетімнің қасында, әке-шешесі жоқтың қасында әке-шешең жайлы айтпа дейді. Бала шағасы, ол қызы жоқтың қасында ол қызың жайлы айтпа дейді. Үйі жоқтың қасында үйің жайлы айтпа дейді. Көлігі жоқтың қасында көлігіңді айтпа дейді. Ой, керемет күшті жүреді екен, бүйтеді екен, басады екен, жаңа қуаласа қашады екен деген сияқты керемет көлігіңізді айтпаңыз. Яғни, ла тузхиру ни'амаллахи, не дейді? Алла Тағаланың нығметін не істей бермеңдер, көрсете бермеңдер дейді. Өйткені көре алмайтын көз бар, оны қуана алмайтын көкірек бар. Осындай сәттерді абайлау керек. Екінші, әрине, әрдайым дұғада тілекте болыңыз, зекет садақаңызды беріп жүріңіз. Зекеттің хикметіне де ол енді әрине басқа тақырып. Бірақ зекет садақа ол белгілі бір мөлшерде негізі сізге пайдалы ол. Материалдық тұрғыда жаңағы мұқтажға пайдалы шығар. Рухани тұрғыда тікелей сізге пайдалы. Руханият биік па, материал биік па? Әрине руханият биік. Яғни сіз оған зекет садақаңызды беру арқылы оның көзінен
мынау көремаушылығын тілінен сақтанасыз. Ол сіздің мал дүниеңізге сұқтанып қарамайды. Сұқтанып қарау деген сол жаңағы көре алмай қарау. Ал оған сіз бөліп берсеңіз, ол сіздің мал дүниеңізге тілекші болып қарайды. Әй шіркін-ай, осы кәсібі жүре берсе екен, пәле жаладан аман болса екен, малы өсе берсе екен дейді. Неге? Өйткені сіз оғанда не істеп жатсыз? Ағайын туысыңыз ба, ол мейлі көрші қолаңыз ба, ол мейлі дос жараныңыз ба, сіз де оған не істеп жатсыз? Құдайдың берген нығметінен оған беріп жатсыз. Беру арқылы өзіңізді сақтандырып жатсыз, оны да жаман руханияттан сақтандырып жатсыз. Барлық нәрсені осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, садақату тадфаул бәла, садақа беріңдер, садақа бәлені қайтарады дейді. Сол бәленің бәрін сонымен істеп жатсыз, құрметті жамағат, қайтарып жатыр екенсіз. Алла тағала баршаларымызды жүрегіміз таза болған, пейіліміз кең болған, көкірегіміз кең болған мүмин мұсылмандардың қатарында болуымызды Алла баршамызға нәсіп етсін.